Жастық шақты оқумен өткізгіміз келмейді. Біз ойнап күліп өткізгіміз келеді. Кейбір үлкен ағалар да бар. Ойнап күліп жүре берсеш, жассың ғой дейді да. Сол ағалар мен апалар да сөйтіп ойнап күліп жүрсеш деп жассың ғой деп, қазір 60-70-ге қалай киіп қалғандарын білмей отыр енді. Бірақ 60-70 жасқа келгеннен кейін әттең тонның келтесі ай деп отыр. Кеше бала ең ғой, енді келдің ғой талай жасқа. Көзің енді жетті ғой бір қалыпта тұра алмасқа дейді. Жас едің ғой кеше. Бүгін міне не істеді? Көзің ашып жұмылғанша не істеп қалдың? Қарттық шаққа да кеп қалдың дейді. Абай атамыз заман ақыр, жастары қосылмас ешбір, бастары біріне бірі, қастыққа қойына тыққан тастары. Күлімдеп келер, көздері қалжыңбас келер, өздері кекектеп секек етем деп, кекек секек етіп жүрген интернетті қосқасың ай адамдар. Бірінің үстіне бір жатып алып билеп жүрген адамдарды көріп қаласың. Алла сақтасын. Біз ұстаз айтатын. Үйлеріңе барып дейді. Сол көріп жатқан анау нөпір халық жиналып алып бір жерде билеп жүрген таспалар бар ғой. Сол таспаларды алыңдар да дейді, нөлге даусын түсіртсаңдар да нөлге. Қараңғы бөлмеде жалғыз өздерің отырып көріңдерші енді ананы дейді да. Көресіңдер дейді. Ан жақта не болып жатқан дейді. Орыс бала ислам қабылдап кеткен. Ол кісінің ислам қабылдауына мынандай нәрсе себеп болған. Бір күні поминкада отырған ол. Поминка деген білесіздер. Адам қайтыс болған кезде ол кісілер дастархан жасайды. Бір сулы тамақ береді де, одан кейін арақ қояды. Арақ енді міндетті түрде ішіледі ол жерде. Бәрі қараға жамылып алып, қара отырады. Бір ғана ұзыннан стол болады, барлығы сол жерде отырады. Бір мейрамхананың ішінде болған, түнгі клуб, түнгі мейрамхананың ішінде. Ауылды жердің атын әдейі айтпай отырмын. Мен өзім білем ол жерді. Сол жерде арақ ішіледі. Сулы тамақ, сосын арақ. Сол ана жігіттің әңгімесі. Өмірде болған оқиғам. Шығыс жақта бір ауылды мекенде. Ол кісі арақты жақсылап іштім дейді. Ішіп отырым, масайдым дейді да. Бір уақытта столға ұйықтап қаптым дейді. Содан басымды көтерсем дейді. Жаңағы ұзыннан стол ғой. Ұзыннан столдың үстінде құйрығы ұзын, құлағы ұзын, бір құбыжық тәріздес, бір бейне, бір басқа бір жаратылыс столдың үстінде жүгіріп жүр дейді да. Жүгіріп жүргенде жай жүгіріп жүрген жоқ дейді. Адамдардың кеселеріне не істеп кетіп жүр дейді, дәрет сындырып кетіп жүр дейді да. Содан ананы көрдім де мен не істедім дейді, таңырқай бастадым дейді. Сөйтеді де анау барлығына дәрет сындырып болғаннан кейін, анау шеткі стөлдің шетінен секіріп түсіп, анау үн таспалар бар ғой, аппаратура. Соның барлығын қосып, қатысына қойып, енді келіңдер, билейік деп ортаға қарай шақырып дейді олардың бәрі. Билеңдер деп билетті дейді. Содан кейін мен ана жерде басым айналып дейді, ананың бәрін көргеннен. Өзім жүрегім айнып дейді, қалай далаға шығып, далаға шығып құсып жүрген да. Содан кейін барып келесі күні мешіттің қасында тұрған кісі, келесі күні оянып көршіме айттым дейді осы оқиғаны. Көрші қазақ жігіт, өзі орыс. Андрей, қателеспесем аты. Бойы ұзын, әдемі шеген орыстың баласы. 88-ші жылы қателеспесем. Сол кісі қазақ жігіт айтқан. Бауырым, мен енді білмеймін деген. Бірақ мына жерде міне мешіт бар, имамдар бар, бір таныс имам бар. Мен соны алып барайын, саған көрсетейін сол жігітті. Сен сұра одан. Өйткені церковь жоқ ол ауылда. Имамдар ғана бар, енді руханиятқа жауап беретін дін адамдары солар ғана. Сөйтіп не істейді? Баратта имамдардан сұрағанда, имамдар айтады, бұл дейді кәдімгі иблис, дьявол. Это дьявол дейді. Бұл жын дейді. Сен бауырым, бұл жайдан жай саған көрсетіліп тұрған жоқ. Саған не істеу керек? Иман келтіру керек дейді. Не істеуім керек дейді? Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Алладан басқа құдай жоқ. Ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Мұхаммед оның елшісі деп саған куәлік ету керек. Мұсылман болу керек деген да. Ол кісі ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах деп иман келтіріп мұсылман болды ол. Сол ауылда мұсылман әлі жүр ол. Міне осы оқиға не істеген? Соған себеп болған. Міне сол өлеңді нөлге түсіріп тыңдап көресің сен, ана көрінсің, сен әсері басқаша болады саған. А біз соны не істеп жатырмыз қазір? Соны мәз-мәйрам болып қуанып жүрміз. Кекектеп, секек етем деп дейді. Шошқа туар сөздер дейді. Боқтайтын жастар өте көп қазір.
Мына қазақ айтады, жақсы айтады, боғауыз дейді, боғауыз. Боғауыз. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, мән юъмину биллахи вал яумил ахир. Кімде-кім Аллаға сендім десе, ахиретке сендім десе, фалияқул хайран ау лиясмут, жақсы сөз сөйлесін, жақсы сөз сөйлей алмай ма, онда тым болмағанда үндемей жүрсін дейді. Үнсіздік сақтап жүр, боқтай берме. Қазір екінің бірі шешеден боқтайды, екінің бірі әкеден боқтайды, екінің бірі орысша әртүрлі боғауыздарды үйреніп алған. Ауызынан кәдімгідей ақ ит кіріп дейді, қазақ айтады. Көк ит шығып жатады. Бұл мұсылманшылыққа жат бұл. Қазақ мұсылман ғой. Қазақшылыққа жат. Қазақ деген текті халық. Ешқашан боқтамаған.